Senin вообще оқымайтын класстастарың. Апай, осы сіз жет атаңызды білесіз ба? Жоқ. Жет атасын білмеген жетесіз, демек сіз мақсатыңызға жетесіз. Ей! Медет Жанабай, жұмысын істедің ба? Иә, апай, үйде стяж құйып, шлак түсіріп, үйдің бүкіл жұмыстарын істеп келгенсің ғой. Сабақ оқыған жоқпын, бірақ чисто үйдің жұмыстарын істедім. Мамаға көмектестім, мал сойдық. Апай, түсіп қалды. Қайдан түсіп қалды? Бірінші, не түсіп қалды деп сұрасаңызшы? Ал не түсіп қалды? Зарплатаңыз. Апай, Арифлейм новый каталогтар келіп отқан жоқ па, бет тақап тұрып еске боламын. Деп. Қайсы? Терін естіп қазір киген жүнмен. Манас, бәйтеректің суреті бар, күнделік ал десем, неге бәйтерек тобының суреті барын алғансың? Ұнайды просто апай әндері. Сен сұлу ханшайымсың. Америка мен Қазақстанды салыстыратын достарың. Братан, байқайсың ба, осы Американың киноларында ерлі зайыптылар я тебя не люблю десе ажырасып кете салады ғой. Біздің қазақтарда не бір бала дүниеге келсе сүймеймін, күймеймін деген қарамайды. Отырады ғой үйде. Братан, Американың киноларынан автоматтарында оқ таусылмай ма, бір бәле атып тұрады. Бізде не? Бір оқ атсаң, стоп бересің, заң бар, алма, сондай ғой здесь. Павлевасыға қорақ. Американың киноларында қыздар вечерге баратса, папасы мен мамасы бүйтіп шығып, ты сегодня очень красивая деп комплимент айтып, сыртта анау жігіті машинамен бүйтіп күтіп, сөйтіп кетеді ғой. Біздің қыздар не? Әрі кетсе, подругама кеттім деп кетеді. Әрең шығарады. Әрең шығарады. Америкалық киноларда деймін да, братан. Ана иттері бір семьяның мүшесі сияқты. Ауырып қалса қарайды, емдейді, дәрігерге апарады. Бізде не? Ит ұнамай қалса, нанға иней қосып береді, өледі де қалды ғой. Сенің дп досың. Братан, қыздардікі жалбырайды, балдардікі салбырайды, не болып? Малсың ба? Галстук пен батик қой. Братан, сен әсермен үйленеді екенсің ба? Қалай сонда? Ана Love Me деген программаға салсам, екеуің махаббаттарын 98% деп тұр ғой, үйленесің ғой. Братан, мына машиналардың бәрін колпачогын періп кеткесін қарсы. Бә, брат, қарашы, табиғат иісі кайф болып тұр ғой, Братан, мен ғой осырға. Соның иісі ғой. Free Fire немесе PUBG ойнағанда. Алло, неменеге звондай бересің? Бірде бір қалдым ғой. Болды, айырылысамыз мына. Мә, уже өлтіріп кетті. Жігіттер, зарядта болайық. Все, опа, кетіп келдік. Мә, полетқа қойып тастасам, мені WhatsApp'та звондағанда қима. Емдеп алсай құлап атыр. Тассың артында еңбектеп баратыр. Мә, өлтіріп кетті уже. Мә, қойшы. Кім Wi-Fi өшіріп саған? Мына каттың тезірек бітірек туалеттен шығайық. Әлі отырм туалетте. Мына зарядсыз өшіп қалды. Ой, ё-моё. Сенің косячник досың. Кредит төле деп берген 50 000 теңгені жоғалтып аласың ғой, короче. Ішіп алып боқтағам ғой, короче. Келем дейді енді. Бір телефонды қойған екен деп жамандап жатырмын. Сөйтсем ар жақтан алло деп қояды. Тормоз басам деп газды до конца басып алдымдағы Lexusқа жабысып қаласың, ойлашы. Кеше алған телефонды ұрлатып аласың. Батя өлтіреден ше. Қайдан деген тоқ кеп тұрған жоқ деді да. Қос қойым дірілдеп сонымен больницаға бару керек қазір. Болмайтын болды ана. Неғып? Үйленетін болдым. Сотқа берем, ау деп атыр, короче. Әшейінде атылмайтын ғой, бүйтіп айналдырып ойнап тұрам, пағы тізесіне атылып кетеді ғой. Ё-май. 80 000 теңге тұрады екен, ана бәлен камерасы. OLX бар ма сенде? Аудидің запчастарын қарау керек болды. Екші моторын жабыстырып тұтағансың ана. Жамандап атсам, тура артында тұр екен ана, айтпайсыңдар ма? ұбт тапсыратын адамдардың типтері. Алло, Айдан, шпор бар ма? Матс сенде сатылатын шпорлар жоқ па? Былтыр тапсырғандардың ше шпорлар жоқ па сенде? Сен екінші потоктың ғой, бірінші потоктың шпорлар жоқ па сенде? Мен жасап атқан ғой шпор. Бірақ мен ұбт тапсырмайтын болдым, братан, өз жұмысқа кіргізіп аламын дейді ғой қасына. Тартып отыр өзі. Ертең 4 бала болып Түркістанға Әулие-Арлауға кетіп баратық, барасыңдар ма сендер? Ертең, короче, 2 телефон алып беремін, статқа батсам біреуін беріп кете саламын ғой. Прослушка жоқ па сатылатын, беріп кеткенге. Ғафар, сенде оқыған кітаптарың болса маған жіберші. Сосын ана тесттерің бар ғой, өзің тапсырған. Соның бәрін маған берші, я. Сосын шықпай жатқан есептерің болса, кесеге шығарып тастайық та. Бар ма? Кесеге мен шығарып отырмын.
группа маған 5000 теңгеден жіберіп қойсаңдаршы, ертең ана іште комиссиямен келісіп көрем, нормально болып кетсе, жинап жүрмей беріп кете салатын ше сразу. Көрем ертең тапсырып болмаса түспей жатсам, армияға кетіп қаламын, сол жақта контрактымда қалып қоймаймын ба? Мектебім, аяулы мектебім. Инстаграмдағы комментарийлар өмірде болса. Братан, 120 электронды кітап сатам алмайсың ба? Қой, мен кеттім, итіме су беріп қайтайын. Ой, біле. Брат, менің жалаңаш бейнемді көргің келсе, аккаунтыма тіркелсін. Братан, отбасымызбен отырып тамашаладық, күшті әсер алдық. Ой, біле. Осы комментарийді оқып отырған адам ата-анасы аман болсын дейсің ғой. Бір күшті бір зат жазғандай лайк басып кетіңдерші. Қазір келем, мына жерде 100 лайк тұратын болсын, хорошо? Құрыш. Братан, сен комментарийге жауап береді дейді ғой. Біле. Брат, осы тректі айтып жібересің ба? Азамат Айталиев дейсің ғой. Мен кетпеймін. Азамат. Қайда барасың, брат? Сол душқа түсейін деп отырмын. Брат, бір битбокс шығарып едім, тыңдап жүрші. Давай, братан, тыңдап тұрмын. Қалай, родной? Дерзкий ма? Четко, родной. Әдемі өнерін көргешсің. Қой, кеттім мен. Ей, не, душқа түспейтін болма не? Солмуш. Dun dun